Депрессиядан шығу жолдары. Егер сіз депрессияда жүрген болсаңыз, алдыңызға үлкен мақсаттар қоймаңыз. Өзіңіздің қолыңыздан келетін кішкене ғана мақсаттарды қойсаңыз, және оны жасай алғанда, сіздің келесі істерді жасауға құлшынысыңыз артып тұрады. Өзіңіздегі барлық жақсы, жаман эмоцияларға көңіл бөліп жүріңіз. Жақсы эмоциялар болса, не көмектесті, соны жазып қойыңыз. Ал егер де жаман эмоциялар болса, ол көңіл күйдің ауытқып тұруына не жағдай болды, соны фиксировать етіп үйреніңіз. Өзіңнің мен деген сөзің жоқ болса, егерде достарыңнан көмек сұра, жақын сізді түсінетін адамдардан көмек сұра, және мамандардың көмегіне жүгін. Сіздің таныстарыңыз сіздің депрессия жүргеніңізді білу керек және түсіну керек. Дұрыс сұрақтарды қою керек. Сізді ашуландырып, жындандырып алмауы керек. Тамақ су ішкенде көңіл күйіңіз қандай болады, қандай ойлар келеді, міне соны үнемі қадағалап жүруіңіз керек. Жоспарлап қойған істеріңіз болса, оны артқа қалдырмау керек. Тез бірден жасап тастап үйренуіңіз керексіз. Маңыздысы сіздің эмоцияңыз, сіздің сезіміңіз, сіздің өміріңіз. Сондықтан да сіз бақытты болғанда ғана өзіңізге өзіңіз көмектесіп үйреніңіз. Сіз бақытты болғанда ғана сіздің қасыңыздағы жандар да бақытты болады.